Талғат Жақыпбекұлы Бегелдинов авиация генерал-майоры, Кеңес одағының 2 мәрте батыры, Барыс орденінің иегері. 1922 жылы 5 тамызда Сарыарқа даласында Ақмола облысының Майбалық ауылында дүниеге келген. Талғат Жақыпбекұлы өзінің алғашқы алтын жұлдыз медалі мен Кеңес одағының батыры атағын 1944 жылы алды. Оның басшылығындағы ұшақтар Кировоград пен Знаменка қалаларын батылдықпен қорғады. Ал 1 жыл өткен соң Бегелдинов сол атаққа 2-ші рет ие болды. Кеңес одағының батыры Талғат Бегелдинов соғысқа 2 жыл ғана күрес жүргізсе де, бірақ осы уақыт ішінде 305 әскери шабуылға шығып, көптеген ұшақтарды құлатып, 100-деген командалық тапсырмаларды орындады. Талғат Бегелдинов Берлин үшін жүргізілген шайқастарға қатысып, мыңдаған жауынгерлермен бірге Қызыл алаңда жүріп, 23 жасында Кеңес одағының 2 мәрте батыры атағын иеленіп, елге нағыз батыр ретінде оралды. Ал соғыстан кейінгі қиын кезеңде ол оқуын жалғастырып, Мәскеудегі Қызыл Ту әуе күштері академиясына түсті. Талғат Бегелдинов майданда жүрген кезінде ақ коммунистік партияға қосылып, партияның съездері мен іс-шараларына белсенді қатысты. 2014 жылдың 10 қарашасында белгілі ұшқыш осы дүниеден озды. Оның ерлігінің құрметіне және 9 мамырдағы жалпы жеңістік құрметіне 2000 жылы Көкшетау қаласында Ұлы Отан соғысының даңқты батырының қола мүсіні қойылды. Сонымен қатар, бүгінде Ақтөбелік жоғары азаматтық ұшқыш авиациясында, сондай-ақ авиация генерал-майорының өмірінің соңғы жылдары өткен Алматыдағы Қонаев көшесіндегі үйіне батырға арнап ескерткіш тақта қойылды.